Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 7-ші дәрістің тақырыбы Қазақстанда аудандастырылған жидек дақылдар сорттарына сипаттама. Қазақстанда аудандастырылған жидек дақылдарының сорттарына сипаттама. 2-ші сұрақта бүлдірген, 3-ші сұрақта таңқурай және қарақатты қарастырамыз. Қазақстанда өсірілетін негізгі жидек дақылдарына бүлдірген, таңқурай, қарақат және тұшалар жатады. Сонымен қатар әлі де көп тарай қоймаған, бірақ та болашағы мол, шырғана, қара жемісті шетен, итмұрын, сермене, бөрі қарақат, қызамық, аласа жапон бекесі, ырғай және тағы басқа жидек дақылдарын кездестіруге болады. Жидектер жыл сайын өнім салады. Олардың жеміс ағаштары алма тәрізді теріс биологиялық қасиеттері болмайды. Яғни олар бір жыл жеміс салып, екінші жылы тынықпайды. Олардың құрамында А, В, С, В, Е, К тәрізді витаминдер, ал сондай-ақ қанттар мен минералдық тұздар, кумариндер мол болады. Пайдалануы: жидектерде болатын көп пектиндер ауыр металл тұздарын байланыстыруға және бөліп шығаруға мүмкіншілік жасайды. Көптеген жидектер әртүрлі аурулармен емдеу жұмыстарында қолданылады. Мысалы, таңқурай тұмау кезінде, салқын тигенде, бүлдірген ас қорыту жолдарын, бүйрек ауруларына және авитамин ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Қарақат капиллярлы сұйықтардың жоғары дәрежесінде өтуін, зат алмасуының бұзылуын реттесе, қара жемісті шетен, қан қысымы ауруларының алдын алуға көмектеседі. Жидектер жас кептірілген, қатырылған, консервіленген, қайнатылған күйінде пайдаланады. Сондай-ақ кондитер бұйымдарын пайдалану үшін де пайдасы зор. Таралу аймақтары: жеміс дақылдары Ресейде, Сібірде, қиыр шығыста кеңінен таралған. Қазақстанда негізінен бүлдірген, таңқурай, қарақат, қарлыған сияқты жеміс жидектері өсіріледі. Бүлдірген морфологиясы және ерекшелігі: ол ірі жемісті, көп жылдық шөптектес өсімдіктер үнемі көгеріп тұрады. Әрі жапырақты күйінде қыстап шығады. Жемісті өте жылдам салады, тез піседі. Өндірісте бұл дақыл 1-3 жыл ғана пайдаланылады, бірақ 8-10 жыл тіршілік етеді. Бүлдірген 4 географиялық топтан тұрады. Бірінші европалық бүлдірген 4 түрі бар. Европада, Батыс Сібірде, Кавказда, азиялық бүлдірген 17 түрі бар. Шығыс Сібірде, Азияда, Жапонияда, шығыс және батыс американдық бүлдіргеннің 26 түрі бар. Кавказда, ақш-та, оңтүстік Америкада таралған. Негізгі түрлері: орман, батыс америкалық, бергендік, чилилік, ірі жемісті бау бүлдіргендері тағы басқа болып бөлінеді. Бүлдіргенде басқа өсімдіктер сияқты жер беті және жер асты жүйелерінен тұрады. Өзінің табиғи қасиеттері жағынан орман өсімдіктері қатарына жатады. Бірақ ол ашық, жақсы түсетін жерде, тоғай шетінде, сирек ағаштар арасында жақсы өсіп жетіледі. Жеміс жидек дақылдары ішінде бүлдіргеннің басты артықшылығы ерте жеміс беретіндігінде. Ол жеміс маусымынан бірінші болып бастайтын дақыл. Бүлдірген аязға шыдамсыз болып келеді. Ауа температурасы 15-18 Цельсий градус төмендесе, қарсыз қыс кезінде түптері үсіп кетеді. Ал плантацияда қалыңдығы 15-20 см қар жатса, 24-40 Цельсий градусқа дейін аязға да шыдай береді. Бүлдіргеннің тамыр жүйелерінің негізгі бөлшектері жер бетіне жақын орналасады. Сол себептен оны ылғалмен қамтамасыз ету басты агротехникалық шаралардың бірі болып саналады. Оның үстіне бүлдірген шамадан тыс ылғалданған топырақтарда нашар өседі. Су тұрып қалған жерде өсімдіктері сол өліп қалады. Құрылысы жағынан өсімдіктердің биіктігі 30-35 см-ден аспайды. Жер бетінде тым қысқарған бөліктердің тарамдалуы өте күшті. Бүлдіргеннің басты сабағы болмайды. Олардың әртүрлі жастағы 3 типті сабағы бар: мүйізшелері, гүл сидамы және мұртшалары. Мүйізшенің жоғары жағында жеміс бүршіктері, жанама жағында қолтық бүршіктері орналасқан. Одан келесі жылы жаңадан мүйізше өсіп шығады. Жеміс салып болған соң төмен орналасқан бүршігінен
төселмелі өркендер, яғни мұртшалар қалыптасады. Ал бүйір бүршіктерінен бір жылдық сабақтар, мүйізшелер пайда болады. Бүлдіргеннің бір жылдық өсімдігіне орташа есеппен 2-3, ал 2-3 жылдық өсімдікке 10-ға дейін мүйізше өсіп жетіледі. Одан кейін өсімдік ескерген сайын бүйір бүршіктері азаю салдарынан мүйізшелердің саны кеміп, жалпы өнімділігі де төмендей бастайды. Отырғызу ережелері. Отырғызудың ең жақсы мерзімі көктемде, ауа райына байланысты наурыз айынан бастап сәуірдің аяғына дейін, ал жазда маусым шілде айларында отырғызуға болады. Күзгі отырғызу тамыз айының басы мен 15 қыркүйек аралығында жүргізіледі. Отырғызу үшін алдын ала жіп тартып, белгі салынып және арық жасап су жіберіледі. Ылғал топыраққа отырғызылады. 8-10 см тереңдікке көшеттер отырғызылады. Келесі дақыл таңқурай. Таңқурай раушан гүлділер тұқымдасына және рибус тегіне жатады. Олардың 400-ге жуық түрлері бар. 12 түр тармаққа бөлінеді. ТМД елдерінде 42 түрі бар. Қазақстанда 4 түрі белгілі. Шаруашылықта аса маңызды көптеген мәдени сорттардың бастамасы болып есептелетін 2 түрі европалық қызыл және америкалық қара түрі бар. Таңқурайдың жабайы өсетін түрлері Европада, Азияда кең кездеседі. Алғашқы рет оны Рим ғалымы Плинияның сипаттама берілген. Кейінірек ботаник Карл Линней таңқурайға қазіргі рибус атын берді. Ақ пен жасыл жемісті таңқурайда Албанияда және Ұлыбританияда және Ресейде, ақш-та өсіріледі. Таңқурай саздық, құмдық және қарашірікке бай топыраққа жақсы өседі. Ал тығыз, ауыр сазды және өте ылғал топырақта ол үшін жарамсыз. Жерасты су деңгейінің жер бетінен қашықтығы 90-100 см-ден кем болмауы қажет. Таңқурай тамырының негізгі бөлігі топырақ қабатының 30-50 см тереңдігіне орналасады. Тек кейін жекелеген тамырлар ғана жауын құрттардың ізімен 120-130 см тереңдікке дейін кетуі мүмкін. Таңқурай өсіруге жақсы нәтижеге жету үшін ең өнімді сорттарын таңдаумен қатар отырғызылатын топырақты дайындаудың да маңызы зор. Оған органикалық, минералдық тыңайтқыштар енгізу, жақсы алғы дақылдарды пайдалану, арам шөптерді құрту, жерді жырту, тегістеу жұмыстары жатады. Таңқурай үшін жақсы алғы дақыл ретінде көп жылдық шөптер мен сидераттарды, сондай-ақ отамалы жем, азық, көкөніс дақылдарын жатқызуға болады. Бірақ бірдей аурулармен зақымданатын картоп, қызанақ және басқа алқа тұқымдас дақылдардан кейін таңқурайды отырғызуға болмайды. Келесі дақыл қарақат. Қарақат дақылының ішінде ең көп тараған түрлеріне қара, қызыл, сары, ақ түстері жатады. Олардың ішіне кең орын алғаны қара қарақат. Қара қарақаттың сорттарына негізі 2 түр тармағына пайда болған. Европалық түр тармағы ТМД елдерінде Европа бөлігінде өсіріледі. Сібірдің қара қарақаты европалық түрлерімен салыстырғанда суыққа, ылғалдың жетіспеушілігіне төзімдірек болып келеді. Олар Сібір мен Орта Азияда кең таралған. Степановтың мәлімдеуінше, жидектің шекі салмағына есептегенде С витамині 300-500 мг, В витамині 50, А витамині 0,7, В витамині 0,6 мг пайызы бар. Құрамында С витаминінің өлшемі ит мұрнынан аздау болса да, бүлдіргеннен 5 есе, таңқурай мен тұшаладан 7-8, алма мен алмұрттан 10-20, жүзімнен 100 есе артық. Қара қарақаттан қайта өңделіп дайындалған заттар құрамында С витамині бұзылмайды, немесе аз дәрежеде ғана бұзылады. Қарақаттың қызыл, сары түрлері маңыздылығы жағынан қара қарақатқа қарағанда төмендеу. Қара қарақаттың биіктігі 2-2,5 метр болып келетін көп жылдық бұта. Сорт ерекшеліктерінде қолданылатын агротехникалық шараларға байланысты қара қарақат түптері 16-24, қызыл қарақат 10-15 дана әртүрлі жастағы бұтақтардан тұрады. Бұтақтардың тіршілік ету ұзақтығына қарай
Олардың табиғи алмастырылуы әртүрлі мерзімдерде өтеді. Ол қара жемісті сорттарында жылдам болса, сары қызғылт түрлерінде ақырындау. Топырақ жағдайы басқа жидек дақылдармен салыстырғанда қара қарақаттың өсіп өнуіне топырақ климат жағдайына ылғалдылығы жақсы әсер етеді. Аздаған көлеңкелік онша иілмейді. Ылғалдың шамадан тыс артық болуы аса көп зиян келтірмейді. Ауыр саздақты, ылғалы көп және суық топырақтарға қарағанда қопсылған, борпылдақ, құнарлығы жоғары топырақтарда жақсы өседі. Дәрісті қорытындылай келе, Қазақстанда өсірілетін жидек дақылдары бүлдірген, таңқурай, қарақат және тұшала халық шаруашылығына, тағам мен медицина саласында үлкен маңызға ие. Бұл дақылдар құрамында дәрумендер мен минералдарға бай болғандықтан, адам денсаулығына пайдалы, емдік қасиеті жоғары өсімдіктер қатарына жатады. Бүлдірген, ерте пісетін дақылдардың бірі, жоғары дәмдік сипатымен ерекшеленеді, алайда аязға сезімтал өсімдік болғандықтан, оны өсіру кезінде арнайы күтімді қажет етеді. Таңқурай жеңіл әрі қыналы топырақты ұнатады, ылғал сеуіс өсімдік болып табылады және жыл сайын тұрақты өнім береді. Қарақаттың құрамында С витамині көп, сондықтан ол пайдалы қасиеттерімен де және аязға төзімділігімен ерекшеленеді. Жалпы алғанда Қазақстанның әр аймағында жидек дақылдардың әртүрлі түрлерін өсіруге қолайлы жағдай жасалған. Жидек дақылдарын дұрыс таңдап, агротехникалық шараларды тиімді қолдану, олардың өнімділігін арттырудың және елдегі жидек шаруашылығын дамытудың негізгі жолы болып табылады. Осымен дәріс аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Сұраққа жауап берулеріңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.